Орта халамалоқтоқтара бүтін Россиятағы ан бастығы қамы күнігер көқтөқты кытыннылары. Ол күрдік бүкін үсаңар тығынчаттан тақса қорыталықтағы тағыста кыттылақтыр опсая 13 миллион қардының ордулары. Қамы күнін Александра Хабычарова кетеді. Орта халамалар бүтін Россиятағы қамы күнігер стадионы тоғырыстылар. Петропавловск-Камчатскайттан сағаламыд 11 корат кыттыла қамыға орта халама эстафетаны иккейінен тұтта. Погода вот райда каратык хардыр. Олгынамалын үшөй погода минус 3 градус. Кеге барта тақсан үйерен көтен онына настроениялақтық қамтылар деханада. نهاد بقي قال لا يكتو والنبي Владивосток коракка эстафетаудын беддибит. Онука кыттысын бутыгар беге баркайдан юран турабыт. Бүкүн үсаңар тыгынчаттан тақса қуарытолықтауға барыта 13 миллион қардығының орда. Манна ұтық кіржаға сүйіс састақ қуарытолықтауға Мария Кокорина кыттығыны ұлан үте қолы бұр болла. Онтан самайдар кыттатчынан үсайдақ Владимир Пачинцев аттанна. Самый юный участник был на данный момент, я вот пока не узнал, будем что-то делать с этим, был 4 месяца. Да. Сегодня Среднеколымск в очередной раз удивляет. Поэтому я думаю, это заслуженная награда, и она дойдет до адресата. Улус бағылыға сумоға андайды чемпионатын призера Евгений Слепцов салалталақ ан бастан терелі бүтін Россиятағы қамыға орта қалымалар еті күрді көқтөқтік кыттан самай әлбәқ кыттатчылақ қоратынан болдылар. Етенне салғы эстафетаны Владивостокқа тұттардылар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, орта қалыма.